Осы аптада көп талқыланған тағы бір тақырып төлем тәсіліне қатысты. Жаңа жылдан бері үкімет мобильді аударымдар мен төлемдерді бақылауға кіріскен. Содан бері кәсіпкерлер QR-кодпен төлем қабылдамаймыз деп, халықтан қолма-қол ақшамен есеп айырысуды талап етіп жатыр. Бұл талап қағаз ақшаның түрін ұмытқан қазақстандықтарды абдыратып тастады. Жалпы біздегі әрбір жаңашылдық үлкен резонанспен жүреді. Себебі ақпарат аз, түсіндіру жағы кемшін түсіп жататыны бар. Жаңа жылдағы бұл жаңашылдық әуелі салық мәдениетін қалыптастыру үшін керек деп жатыр тағы сол сарапшылар. Мысалы, тіркелген жеке кәсіпкерлер бюджетке бір жылда шамамен 1 триллион теңге алып келеді екен. Бұл самұрық қазына қорының жылдық салығына пара-пар сома. Бірақ елде кәсіппен айналысса да тіркелмей, салық төлемей жүрген азаматтар көп. Дамыған елдерде салықтан жалтару қылмыс болып саналады. Жаңа жылдағы бастаманың басты мақсаты да сол. Табыс тауып жүрген, бірақ салық төлемейтін азаматтарға оның дұрыс емес екендігін түсіндіру еді. Біз бүгін студиямызға Қаржы министрлігіне қарасты Мемлекеттік кірістер комитетінің арнайы өкілін шақырып, анық-қанығын сұрап көрмекпіз. Айнұр ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен нақты кімдердің мобильді аударымдары мен төлемдері тексерілетін болды. Әңгімені осыдан бастайық. Жалпы бұл үрдіс 2022 жылы басталған болатын. Бұған дейін мемлекеттік қызметшілер және олардың жұбайларына қатысты, сонымен қатар осы бірінші кезең жалпыға бірдей декларациялауға енген азаматтарға қатысты болды. Ал енді 2024 жылдан бастап енді жеке кәсіпкерлер, олардың жұбайлары, заңды тұлғалардың басшылары және олардың жұбайларына қатысты деректер 2025 жылы салық органдарына беріледі. Және бұл жерде нақты оның бекітілген критерий бар. Бір айда мысалы бір жеке тұлғаға оның шотына әртүрлі 100 адамнан мобильді аударымдар кеп түсіп отырса, және де бұл үрдіс 3 ай қатарынан қайталанса, сол жағдайда ғана бұл бақылау болады. Алғашқы 3 ай және тағы да келесі 3 айда, сөйтіп 1 жылдың көлемінде 3 ай сайын қайталанып отырса. 1 жылдың ішінде, егер 3 ай қатарынан әртүрлі 100 адамнан мобильді аударымдар алып отырса, сол жағдайда банктер бізге ақпаратты береді. Ал қарапайым халықтың туған туыстарына, дос жарандарына, немесе басқа да өзге таныстарына ақша аударуы, немесе төлем қабылдауы қаншалықты тексеріледі? Бұл дұрыс па? Қарапайым халықтың бұл жерде ешқандай қорқатын реті жоқ. Мобильді аударымдарды біз осыған дейін де жеке мақсатта пайдаланып отырмыз. Ол өте ыңғайлы тәсілдің бірі. Біз туысқандарымызға, ата-анамызға, балдарымызға, басқа туған күні бар, көмек ретінде қайтыс болған жерлерге барып жатамыз. Әртүрлі себептермен бір-бірімізге мобильді аударымды аударып отырмыз. Оған ешқандай шектеу жоқ. Сондықтан да ол жағынан ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Бұл бақылау тек қана кәсіпкерлік мақсатта табыс тауып, өзінің табысын жеке шотына алып отырған азаматтарға қатысты. Ал кез келген адамның кәсіпкері болып шықпасына кім кепіл береді? Мысалы, сіз айтып отырсыз, 3 айдың көлемінде 100 аударымнан асып кетсе, ол күдіктелінеді деп. Кез келген адам, мен мысалы қазір жібердім, ақша жібердім, 100-ден асып кетті. 3 айдың көлемінде. Мен кәсіпкермін бе, мысалы? Сіз егер біреуге ақша жіберсеңіз, сіз тексеруге алынбайсыз. Керісінше, сіз егер қабылдап отырсаңыз ол ақшаны 100 әртүрлі адамнан, достарыңыздан 100 әртүрлі адамнан қабылдадыңыз тек бір айда. Одан кейін екінші айда да солай 100 әртүрлі адамнан қабылдадыңыз. Одан кейін тағы да үшінші айда 100 әртүрлі адамнан қабылдадыңыз. Сол жағдайда сіз әрине күдікке ілінесіз. Бірақтан бұл дегеніміз сіз кәсіпкерсіз дегенді білдірмейді. Ертең сізге хабарлама келеді салық органнан. Сол кезде сіз сол хабарламаны алғаннан кейін өзіңіздің түсіндірмеңізді берсеңіз болады. Яғни мынау ақша маған осындай, мен туған күнім болды, немесе мына жағдайда осындай мен көмек сұрап едім туысқандардан деген сияқты әртүрлі өзіңіздің уәжіңізді келтіресіз. Яғни бұл жерде тек қана кәсіпкерлік мақсатта ақша алып отырған азаматтарға қатысты бақылау болады. Яғни ол азаматтар өзінің жасырып қалған табысын, салық төлемеу үшін жасырып қалған табысын көрсетіп, ол үшін қосымша салық төлеу керек болады. Ал қарапайым азаматтар жаңағы басқа төлемдерді қабылдамас бұрын, мысалы, бір акцияларға қатысатын болса, қайырымдылық мақсатында, немесе басқа да себептермен ақша жинайтын болса, онда бұл жағдай назарға алынады ма? Әрине, егер де жаңағы айтылған критерийге сәйкес келіп тұрса, онда бізге ақпарат келеді міндетті түрде банктен. Дегенмен де бұл жағдайда да қайырымдылық мақсатта жиналған ақшаның ары қарай жұмсалатын жері бар ғой. Мысалы, бір ауру балаға ақша жинады деке. Ары қарай ол баланың ауырғандығы жөнінде барлық медициналық құжаттар болады, және де ол медициналық мекемеге
сол ақшаны төлегендігі жөнінде барлық төлем құжаттары болады. Сол құжаттардың барлығын бізге көрсетсе болды. Әрине, сол көрсетсе болды. Одан кейін бұл кісіге қатысты ешқандай сұрақтар туындамайды. Жалпы бұл жерде тағы да бір пайдалы ақпаратты айтайыншы. Қазір әлеуметтік желіде әртүрлі осындай қайырымдылыққа деп ақша жинап жүрген әртүрлі азаматтар бар. Бірақ оның кейбірі шынымен де жинап жатыр, а кейбірі рас шын айтқанда ол мошенниктер дейді ғой. Иә, адамдарды алдап жүрген алаяқтар да бар арасында. Сондықтан да осындай қайырымдылық қордың көбінесе осы арнайы тіркелген ресми қорлармен жұмыс жасаған дұрыс осындай кезде. Сол үшін азаматтарға да абай болған дұрыс осындай қайырымдылық қорларға ақша жіберу барысында. Қарапайым халыққа қажетті басты ақпарат сіздің аузыңыздан естігіңіз келіп тұр. Кәсіпкерлердің қолма-қол ақшаны қабылдаудан бас тартып жатыр деген әңгімені естіп жатырмыз. Қазір ол жоқ емес, бар. Бұған не дейсіз? Ол дұрыс па? Қолма-қол ақшаны қабылдаудан бас тарту? Қолма-қол ақшаны қабылдаудан бас тарту ол жеке тұлғаның тұтынушылық құқығын бұзу дегенді білдіреді, біріншіден. Екіншіден, бізде Қазақстанда төлем түрлері бар, әртүрлі. Ол банк картасымен, QR кодпен, немесе қолма-қол ақша түрінде. Мысалы, мен сатып алушымын, мен тұтынушымын. Мен дүкенге барамын, белгілі бір тауар түрлерін сатып аламын, азық-түлік сатып алдым дейік. Сонда маған қай төлем түрімен төлеу ыңғайлы, мүмкін маған банк картасымен төлеу ыңғайлы шығар. Сол жағдайда ал тек қолма-қол ақша ғана талап етсе? Сатушы маған сол төлем түрін қамтамасыз етуі керек. Иә, міндетті түрде. Ал егер ол маған қолма-қол ақшамен төле, мен банк картамды қабылдамайын деп жатса, ол жағдайда мен бұл оның әрекетін, заңсыз әрекетін мемлекеттік кірістер басқармасына шағым жолдап, осы әрекетін, заңсыз әрекетін әшкере қыла аламын. Және бұл жағдайда аталған заң бұзушыға, яғни кәсіпкерге қолма-қол ақша талап етіп отырған алғашында ескерту беріледі. Және одан кейін оған 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. QR-ды да қабылдаудан бас тартса, дәл солай ғой, иә, мысалы? Әрине, иә. Төлем карточкаларын, мысалы, қабылдаудан бас тартса. Ондай кезде азаматтар қайда жүгіну керек? Ондай жағдайда мемлекеттік кірістер басқармалары бар. Қазіргі уақытта жалпы республика бойынша барлық осы аумақтық, аудандық салық басқармалары бар. 200-ден астам солардың барлығында консультативтік орталықтар ашылды. Жалпы осы мобильді аударымдарға қатысты, жалпыға бірде декларациялауға қатысты сұрақтардың бәрі туындап жатса, азаматтар сол орталықтарға хабарласып, жедел желі бойынша сұрақтармен ақпарат ала алады. Сонымен қатар 1414 кол орталығы бар, ондағы қосымша 3 нөмірін теріп, сонда барлық ақпаратқа қол жеткізе алады. Сонымен қатар Telegram осы мессенджерінде чат ашылған, сонда біздің қызметкерлер осы сұрақтардың барлығына жауап беріп отыр. Айнұр Нұрлашқызы, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз. Істеріңізге табыс тілейміз. Рахмет сіздерге.